Сәлем достар, сенімен бірге мен Диана каналыма қош келдіңіздер. Достар, мен өте қызды видео түсіретін боламын, және де видеомның аты мен осы Токобокодан гиперболаның сериясының екінші бөліміне париж жасайтын боламын. Және де видео өте қызды болғанын сондықтан да міндетті түрде тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше видеомызды көп созбай тезірек бастайық. Сәлем. Жалғастырғаныңа қарағанда сен де жаңадан келген оқушы сияқтысың. Иә, жаңадан келдім. Ал сен пысықтығыңа қарағанда осы мектептің жұлдызы сияқтысың ғой? Жоға, мен де сен сияқты жаңадан келген оқушымын. Онда демек біз болашақта осы академияның жұлдызымыз. Сен бұрында қай мектепте оқыдың? Мен бұрында жалпы білім беретін мектепте оқитын едім. Математикадан жаман қиналатын едім. Мен осы жерде өзімді үйімде жүрген сияқты сезініп отырмын ше. Ойлаш, рахат қой. Менің негізгі пәнім вокал. Негізгі пән? Ал сенің негізгі пәнің қандай? Менің негізгі пәнім... Әпке, сіз неге менің әкеме дауыс көтересіз? Қоя тұршы әкем. Адамның сыртқы бейнесі емес, ішкі жан дүниесі маңызды. Қоя тұршы әкем. Ұялмайсыз ба олай ұрсуға? Менің негізгі пәнім... Ұрысу мен соның негіздері болса, менің пәнім осы. Есіме түсті, кеше академияны шулатып жүрген сен екенсің ғой? Иә, дәл солай. Менде бұл академияны шулатып, бұл академиядан мен шығып кетуім керекпін. Сен қызықсың. Балалар бұл академияға армандап түсіп жүрсе, сен бұл академиядан шығу керекпін дейсің. Иә, менің арманым бұл академиядан шығып кету. Сәлем, менің есімім Аяла. Мен де академияға сен сияқты жаңадан келген оқушымын. Ал бұл? Я, білем, бұл Дастан. Біз кеше екеуміз танысып үлгергенбіз. Өзінше ғой? Жоқ, өзінше емес. Әшейін көңіл күйі болмай тұрған шығар. Мені естімейді деп ойлайсыңдар ма? Мынау бәрін естіп тұрмын дейді ғой. Жарайды, сені тақылап тұра беріңдер. Ал мен кеттім. Ренжіп қалды ма? Мен жай әзілдедім ғой. Ой, жаңадан келген достарым. Қосылып қолыпты ғой бастарың. Нешеде екен жастарың? Ал әңгімелеріңді бастағың. Менің есімім Дана. Мұндай тек қыз, мектепте бір ғана. Сендерге көзім түсті бағана. Танысуға келдім, соны бағала. Сен дал, қыз сынына қатысып жатқан сияқты айттың ғой. Менің есімім Аяла. Сезімімді менің саяла. Айтсайық ендеше, ұйқасыңда аяма. Ақындар, уақыт. Менің есімім Дастан. Бірден айтайын, ұйқасқан жоқ. Танысқаныма қуаныштымын. Мен де. Сен бұл мектепте бұрыннан оқып жүрсің бе? Дәл таптың. Онда бұл академияны бізге таныстыршы. Онда жүріңдер, ана жерге барып жайғасып отырып алайық. Аяла, сен бұл академияда ешкіммен танысқың келмейді ме? Я, себебі бұл мен бұл академиядан шығамын. Бұл академиядан кеткісі келмейтін оқушы жоқ. Дана таныстырамын деп тұрғанда, жүр, танысып ал, әлі оқуғың келіп кетеді. Гүлнар, аман келді қызым. Біздің академияңызға қайта оралуыңызбен. Рахмет, Әсем ханым. Қалай, демалысыңыз жақсы өтті ме? Ой, Әсем ханым, қатырасыз.
Әсем ханым, қатырасыз. Декрет пен демалыстың сол екі сөзін өзара мүлде байланысты емес екен. Бұл өзіңіз де білесіз ғой. Ана болу ұнады ма? Я, ұнайды ғой. Бұл менің бірінші емес, үшінші балам ғой. Білем ғой, әзілдеп жатыр. Я, білем ғой. Гүлнар аман келді, қызым. Жақсы, енді демалып қайттыңыз деп ойлаймын. Енді сіз биыл осы академияда бір сыныпқа куратор боласыз. Ой, Әсем ханым, болмай-ақ қойыңыз. Үйде деген бала жетіп жатыр. Боласыз. Оның үстіне биыл біздің балалар өте өнерлі, өнертапқыш, тіпті оқымысты, тәртіпті балалар. Рас па? Я, биыл бізде тәртіп түзелді. Бүкіл жерде, яғни академияда аудиториялар бар. Жақсы, онда алсам алайын. Онда дайындала беріңіз бүгінгі сабағыңызға. Тағы да академияға қайта оралуыңызбен. Жақсы. Сонда мекен-жайларыңыз қай жерде? Біздің үй жағымызға жақын екен. Тіпті жақсы. Сонда таңертең азында 9-да келе берсе болады ғой, ә? Кешіріңіз, бір сұрақ қойсам бола ма? Сонда оның ай сайынға ақшасы қанша? Қанша? 120 ма? Кешіріңіз, 120 мың деген өте қымбат емес па? 120 мыңға мен де өзімді идеал баламды қарай алам. Бопты, кешіріңіз. Жақсы, бопты, сау болыңыз. Қызығы, 120 мың дейді ғой. Өлі, 120 мың. Біздің 3-4 айлық азық-түлігімізге жететін ақша ғой мынау. Үнемдей бермей, бір үнемдемейтін өмір сүрейікші. Жаңа қалаға келдің. Мүмкін жаңа кәсіп ашарсың. Кәсіп дейсің бе? Тоқта. Бір балаға 120 мың кететін болса, әр топта 10 баладан 12 миллион. Сондай 10 топ болса, 12 миллион. Мәссаған, мүмкін балабақша ашармыз? Таңат, осы сен неге бас десе құлақ дейсің, а? Қызықсың ғой сен, ойла дедің. Балабақша ойла деген жоқ па? Дұрыс қой, сен ойла дедің, мен ойладым. Жарайды, қойшы. Сонымен таныстыруымды бастайын. Бірақ ұйқасыз айта берші, жарай ма? Жарайды. Ана тұрған Айболат. Бұл Айболат директордың баласы. Демек, директор оның анасы. Ол Айболат біздің академиямыздағы ең күлкілі кейіпкер. Және де қарна ашып жүретін кейіпкер. Қарным ашып кетті ғой. Апай! Анашым, ақша беріңізші, қарным ашты. Қазір қоя тұр.
анашым, болмашы, қарным шыдамай. Қоя тұршы, есеп шығарып алайын. Көріп тұрсың ғой, есеп шығарып жатырмын, қазір шатастырып жібересің. 1, 2, 3. Спортпен шұғылдану үшінші тамақ жеу керек екен ғой. Біреу тамақ жеп отыр ма? Рейдсем, директор апай баласы үшін мені академиядан шығарып жібереді. Маған да керегі сол. Қайда? Директор тым әділетті. Баласы үшін сені академиядан шығара қоймас. Жарайды. Онда басқа біреуді ренжітіп көрейін. Ана, келе жатқан кімдер? Бұл біздің академиямыздың жұлдыздары. Ана, кемесі жабылмай тұрған. Ол Нұрболат. Айта айтып тұрғандай, Нұрболин ағамызға еліктейді. Ал екіншісі Қайрат Нұртас ағамызға еліктейді ме? Дәл таптың. Негізі мен бұл балдарды танимын. Талай байқауларда бірге болдық. Әнді өздері жақсы айтады. Жақсы айтады. Бірақ бәрін әнмен айтады. Аймауыт, қалың қалай? Мен деп бәрі жақсы болады. Ал өзіңде қалай? Менде бәрі жақсы. Нұрболат, асың дәмді болсын. Рахмет саған. Рахмет көп. Осы балдардың қатарына қосылғым керек. Барда қатарларына қосылып алсай, озат болып жүресіңдер. Одан да маған көмектесіңдерші. Не үшін? Мені бұл академиядан шығарып жіберетіндей не бір тентектік жасайықшы. Негізі Аяла бәрін танып біліп алу керек, Аяла. Сосын барып тентектікті ойластырамыз. Дүкенге барып азық-түлік алып келдім. Масқара, азық-түлік жаман қымбаттап кетіпті. Азық-түлік бұрыннан қымбат. Сен осы қалаға жаңада көшіп келгеннен енді барып отырсың ғой. Ойлашы, бір күндік азық-түлікке 10.000 теңге кетті. Не деген масқара мынау? Қымбат қой. Оның үстіне біздің аймақта тек қана бір-ақ қана дүкен бар. Қойш? Біреу-ақ па? Мәссаған. Сонда осы аймақта 90 шақты үй бар. Оның 90 әрқайсысы 10.000-ға тастап кетсем, 900.000. 27 миллион. Ақшаның астында қалады екенсің ғой? Әлде дүкен ашып алайын ба? Сен негізі балабақшаға кеткен едің ғой? Бардың ба балабақшаға? Бардым. Содан ішінде балалар көп екен. Таңат, сен қызықсың. Балабақша болғаннан кейін балалар болады емес па? Енді кірдің ба? Енді онсыз да балабақшада балалар көп болғаннан кейін орын жоқ екені белгілі емес па? Сосын қайтып кеттім. Таңат. Болды онда. Өзім барып аралап тауып алам. Сөйтші. Ал мен онда үйде отырып кәсібімді қолға алам. Жоқ, кәсіпті қолға аласың ба? Алдағы кәсіпті жоспарлаймын. Мақұл, не істесең де өзің білші.
Aldымен шай қойшы. Жарайды, онда мен кетіп шай қояйын. Ана тұрған баланың аты Айқын. Оның өмірлік мақсаты мен армандары да айқын. Тек ұйқасып айтпаймыз дедік қой. Ой, ұмытып кетіппін. Кешірім сұрайым. Сонда айқын болып тұрған мақсаты қандай? Негізі оның арманы мен мақсаты ол болашақта Роналдумен кездескісі келеді. Және де ол мектеп академиямыздың футболшысы. Ал оның негізгі пәні спорт. Сонда негізгі пән деген не? Соны түсіндірші. Негізгі пән дегенде былай ғой. Бұл академия басқа оқу жүйелерінен қарағанда өзгеше. Мәселен, сен нешінші сынып оқисың? 4. Онда сен солармен бірге қазақ тілі, математика деген сияқты пәндерді оқуың мүмкін. Алайда сен негізгі пәнді басқа балалармен оқисың. Мысалға, математика пәнінде математиктер оқиды. Тек оның есепті жүйрік шығаратыны ғана болмаса. Және де мысалы, бишілердің негізгі пәні хореография. Ол сабаққа тек қана бишілер ғана кіреді. Ал сенің негізгі пәнің қандай? Мақтанғаным емес. Менің негізгі пәнім биология аспабында жақсы ойнағандықтан, менің негізгі пәнім сол. Бұл негізгі пәнде кем дегенде 5 қана мебель оқушы оқиды. Сонда менің негізгі пәнім вокал. Мен сонда Аймауыт пен Нұрболатпен оқимын ба? Дәл солай. Ал менің негізгі пәнім туралы ешкім ешнәрсе деген жоқ. Демек, сен экспериментал сыныпта оқисың. Ал қандай сынып? Ал ол сыныпта әзірге негізгі пәні анықталмаған балалар оқиды. Ал мұғалімдер сені зерттей келе, саған негізгі пәніңді тауып, сені бір пәнге бекітеді. Демек, сонда мұғалімдер менің бойымнан ешқандай талант таппаса, мені академиядан шығарып жібереді ғой. Солай ғой, Біздің апайлардың айтуынша, талантсыз бала болмайды. Тек қана талантыңды байқамағанда ғана болады. Бірақ бәрібір апайлар сенің талантыңды ашады. Айтмұхамед ағай, биыл футбол құрамасы жинақталды ма? Жинақталмады сол. Жаңадан түскен балалардың қатарынан қарасаңызшы. Мысалға, жаңадан түскен вокал пәні бойынша Дастан түстім. Әнші ма? Иә. Мен әншілердің ойнағанын көргенмін, бірақ олар ойнап қарқымайды. Онда мына Айболатты көріңіз. Негізі Дастанды көре берем-ау. Негізі әншілердің арасында жақсы ойыншылар болады ғой. Мейлі өзіңіз біліңіз. Ойыншыларды қосалқы құрамаға қосамыз. Негізгі мәселе ол болмай тұр да. Енді қандай мәселе? Сізге жазбай айттым ғой. Осындай кезде ұмытып қалады екенсіз да. Сізге жаңа форма қажет. Оны ата-аналармен ақылдасу керек. Бізге жаңа жетістіктерге жету үшін жаңа форма қажет. Мен сізді түсіндім. Айтмұхамед ағай, бұл мәселені шешемін. Айболат, болдың ма тамағыңды жеп? Барсай болсай сабағыңа. Анаш, мен әлі бүтпедім ғой. Бол тез бар. Кешігесің сабағыңа. Анашым, жарайды. Сабағың жақсы оқы.
әсем, кабинетіме келіп кетші. Бір нәрсе туралы сөйлесу керек еді. Ана кетіп бара жатқан әдемі қыздарды көрдіңдер ме? Иә, біреуінің аты Адина, ал біреуісінікі Мадина. Тек ұйқас емес деп келістік қой. Ұйқас емес, шын ниеттері сондай. Бір-бірін күшті тауып алыпты. Иә, оның үстіне тек қана екеуі өмірі бірге жүреді. Кеше сол қыздармен танысқанмын, біз көрші тұрамыз. Сосын сол қыздармен ұрсып қалдық. Сәлем қыздар, мен осы қалаға жаңадан келдім. Анау үйде тұрамын. Танысып қояйық. Қош келдің қаламызға. Менің есімім Адина, ал менің құрбым Мадина. Қызық екен, бір-біріңді күшті тауып алыпсыңдар. Рахмет. Мынау аула өте әдемі екен. Әткеншектері де әдемі екен. Иә, біздің ауламыз күшті. Мен әткеншекті қатты айналдыра аламын. Көрсетейін бе? Ал, көрсет. Ой, қоя тұрсайшы. Көп кішкентай бала сияқты үйреніп кетесің әлі-ақ. Жоқ, тоқтат дедім мен саған. Адина, мені құтқаршы, қазір. Неге мені ұрасың? Кешірші, енді байқамай қалдым ғой. Тоқтаттың әткеншекті. Тоқтаттың болды, не болды сонша? Басым айналып кетті ғой. Аяла, біз сен сияқты қыздармен дос бола алмаймыз. Иә, дос болмасында дос болмай-ақ қойыңдар. Болмаймыз да. Иә, сенімен дос болуымыз кеп тұрған шамалы. Иә, қолың қара сия. Әзілін түрін қара. Сен өзің мектепте оқисың ба? Ал сен өзің мектепте оқисың ба өзің? Мен мектепте емес, мен академияда оқимын. Біздің академиямыз еліміздегі ең ерекше оқу орны. Қалай жаттап алғансың бұл сөзді? Түсінбедің? Жай, сендер ондай академияға қалай түсіп жүрсіңдер деймін. Міне, осылай бір-бірімізге ауыр сөз айтып, бір-біріміздің түрімізді көрмейтіндей ұрсып қалдық. Осы қыздарды түсінбеймін, болмайтын нәрсеге ұрсып қала саласыңдар ғой. Біз болмайтын нәрсеге ұрыссақ та тым қатты кеттік. Білесің бе, Аяла, осы екі қыздар үшін талай оқушылар мектептен шығып кеткісі келеді. Бірақ шығып кеткен ешкім жоқ. Себебі бұл академияның, яғни мектептің атмосферасы бөлек. Келісемін. Білмеймін. Кәдімгі ауа ғой, кәдімгі атмосфера ғой, бірақ бәрібір оқығым келмейді. Дана, мына қызға бүкілін мектептен шығып кетуге көмектесейікші. Әйтпесе бұл мектептің атмосферасын құртады. Маған 100% айла керек. Бұл қандай айла? Менде бір ой бар. Бірақ оған сенің көмегің керек, Дана. Айта бер, қандай көмек? Осы мектепте биология немесе жануартану деген пән бар ғой, ә? Иә, бар. Ол жерде құрбақа болуы мүмкін ғой, ә? Иә, мүмкін. Онда сен сол құрбақаны маған әкеліп бер. Оны не істейсің? Оны уақытында көресіңдер. 100% жүзеге асады деп ойлаймын. Я, Дана, рахмет, сен керемет дос екенсің. Бәрін бүлдіріп алып, кейін сендей досты қимаймын деп жүрмеңдер. Қимайтыным рас, бірақ бәрібір бұл академияда оқығым келмейді. Достар, бағана біреу бізге бір түрлі қараған сияқты. Жоқ, ешкім қараған жоқ. Қорыққанға көз көрінеді, ешкім қараған жоқ бізге. Біздің түрімізде бір нәрсе білдіргеніміз жазылып тұр. Басқа нәрсемен айналысайық. Я, айналысайық, бірақ не нәрсемен айналысамыз? Давай тикток түсірейік. Мен ән айтып бере аламын. Мен виолончельде ойнай аламын.
Ал мен... Ой, жоқ, олай емес. Әшін бейбілеміз қазір телефонды алайын. Мадина, мына қызды қара. Иә, кеше ғана біздің академиямызға жоламаймыз деген қыз осы емес па, иә? Өзі билеп қояды. Билеуге тырысып қояды десейші. Өзі мұнан би деп айту да қиын. Кедергі жасамай кетіңдерші. Жарайды, сендердің бейсымақтарынан кетеміз. Көрсетсем мен сендерге бейсымақты. Осы қыздарды ма биші деген? Иә. Маған бір ой келді. Мен бұл академиядан кетпейтін болдым. Айттым ғой, айтады деп. Дастан ешқандай күлетін жері жоқ. Мен осы академияда қалып, биімнен мына қыздардан осып кету керекпін. Масқара. Ой, қайдан? Академияда мұндай түрлік бұрын соңды болмаған. Әсем ханым, бағанадан бері сіз осы академиядағы балдарды шетінен тәртіпті деп едіңіз ғой. Осы ма? Әлгенде мен сендерді бағана ғана апайға мақтап едім ғой. Мені ұятқа қалдырдыңдар ғой. Осыдан кейін мені кураторлыққа қалады деп ойлайсыз ба? Ойламайын. Онда бәрі түсінікті. Гүлнар ханым, сіз бе директормен бе? Кешіріңіз, қатты эмоцияға беріліп келіппін. Кім істеген бұны? Апай, бұның бәрін істеген кім екенін білемін. Оны істеген мына қыз. Ал сен оны қайдан білесің? Бағана Аяла әдебиет пәніне бір қораппен кірген. Одан кейін... Аяла, міне, құрбақа осы қораптың ішінде. Енді оны мен не істемекшісің? Қазір көресің. Құрметті менің академияластарым, назарларыңызды маған аударыңыздар. Осы қораптың ішінде құрбақа бар. Осы қораптың ішіндегі құрбақаны қазір мен апайдың сөмкесіне саламын. Сосын ол апай келіп, құрбақаның сөмкесін ашып, құрбақаны көріп, зәресі ұшады. Ал сосын сен бұл академиядан шығасың. Міне, маған керегі де осы. Егерде апай кім сұрады десе, апай кім жасады десе, осының барлығын Аяла жасады дейіндер. Жарай ма? Кімге айтамыз? Мейліңше директорге айтқандарың дұрыс. Түсіндіңдер ма? Иә. Дәл осылай Аяла бізге айт деді. Аяла қалсын, қылғандарын кабинеттен шығыңдар. Ал неге сендер шықпадыңдар? Апай, оны тек қана Аяла емес, оған біз көмектестік. Иә, қолмен істегенімізді мойнымызбен көтереміз. Не үшін көмектесіп жүрсіңдер? Себебі... Дастан, ол жағын өзін айтайын. Негізі басында мен бұл академияға мүлдем түскім келмеді. Мені ата-анам қинап түсірді. Одан кейін мен бұл академиядан шығуды ойластырдым. Ойыма келгені сол болды. Жоқ, сөмкеге құрбақа салу дегенді қайдан шығарып жүрсің? Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» деген кітабын оқыдым және фильмін көрдім. Сол қызық болған жерінен күлгенім әлі есімде қалып қойыпты. Өзің енді кітап оқитын қыз екенсің. Мұның не? Есесіне тарихта мұғалімнің сөмкесіне құрбақа салған Қожа және мен болдым. Сондықтан менің достарымның ешқандай кінәсі жоқ.
Ақыры мектептен шыққың келеді екен, онда бүгіннен бастап боссын. Жоқ, мен мектептен шыққым келмей қалды. Себебі мына достарымды қимаймын. Қазірден осындай істеп жатсың, одан кейін әрі қарай сенен не күтуге болады? Жоқ, апай, енді ең тәртіпті оқушы мен боламын. Шын сөзім. Шын айтам, сөз беремін, өтінемін, мені академиядан шығармаңызшы. Я, апай, негізі Аяла жақсы қыз. Апай, мен оның осы мектеп академияға үйренісіп кетуіне көмектесемін. Жақсы, шығыңдар. Мен Гүлнар апаймен сөйлесемін. Апай, мен мына қыз өзіме алайыншы. Қалай? Бағана ғана. Апай, мына қызды мен өзіме алайыншы. Қалай? Жаңа ғана ренжіп отырған едіңіз ғой. Енді қазіргі заманда кітап оқитын баланы табу өте қиын. Бұл маған тентек болса да маған керек. Жарайды, оны тағы да бір мүмкіндік беріп көрейік. Рахмет. Ай, қыздар, сау болыңыз. Ой, бұл Гүлнар апайда құрбақадан қорыққан, ашып көрейік. Біз келдік. О, қош келдіңдер. Мен киімімді ауыстырып келейін. Әйтпесе үстім су болып кетті. Бар, сен де ауыстырып келсеңші. Ой, оны қоя тұршы. Мен саған бір айтатын әңгімем бар. Қандай кәсіппен айналысатынымды ойлап таптым. Тағы не ойлап таптың? Ойлап тапқан жоқпын. Ол бұрыннан бар кәсіп. Қандай кәсіп? Міне, мысалға біз бағана қызымызбен үйге қайтайын дегенде жаңбыр жауып тұрды. Біз такси шақырдық. Такси шақырып едік, мынау тұрған жерге 1800 теңге алып алды. Қымбат қой? Я, әрине. Ойлашы, олар бір күнде 40-50 мың табады. Ал жаңбыр мен қар жауғанда тіптен көп табады. Ал оның бәрін білдім ғой, жүргізушіден де сұрадым. Ойлашы, қарам. Қысқасы, мен адам тасимын. Ойлашы, бір ай жұмыс істеймін. Қар мен жаңбыр жауғанда 2 есе көп ақша аламын. Сонда бір ай жұмыс істеп, 20 күн жұмыс істеп, 4 күн демалсам 1 миллион басталды. 1 миллионнан көп табады екен әйтеуір. Ал сен жанармайының шығынын есептедің бе, жоқ па? Оны да білдім. Мысалға, адам тасыған кезде сол жол-жөнекей адамдарды алып, соның жолақысымен жанармайда шығып кетеді екен. Таң атсаң қызық үшін. Ойлашы, осы қазақстанда 20 миллион халық бар. Оның 10 миллионы осылай ойлайды. Ойлай берсін, мен де солай ойлаймын. Сонда оның 10 миллионы солай ойласа, сен сонда өзіңді, сен де сияқты, олар да сен сияқты ойлайды. Сонда сен өзіңді данышпанмын деп тұрсың ба? Оны да ойлап қойдым. Бүкіл ойластырып қойдым. Жүр, шай ішейікші. Ойлашы, сенде көлік те жоқ қой, таңат. Жүр, шай ішеміз. Кейде түрлі оқиғаға тап болатынымыз өтірік емес. Кейде өзімді осындай оқиғалардың ортасында жүргенімде бірнеше күн болды. Соның арқасында мен өзімнің басқада қырларымды тани бастадым. Мысалы, өзімнің досқа адал екенімді білдім. Тез шешім қабылдай алатынымды білдім. Жаңа академияға келгелі өмірім күрт өзгерді. Тез шешім қабылдай алатынымды білдім. Мен де өзгердім. Әр өзгерістің артында өсу бар шығар. Сондықтан менің хикаяларымның соңы немен аяқталатыны өзіме де қызық.